Шынарай, осы сен қандай мамандық иесі боласың? Мен заңгер болам, ал сен ше? Ал мен дизайнер болғым келеді. Бірақ менің ата-анам бұған қарсы. Себебі менің ата-анам дәрігерлер. Енді мен не істейтінімді білмеймін. Ал менің отбасымда түрлі мамандық иелері бар. Менің отбасымда мамандық таңдауға еркіндік берілген. Қандай күшті? Ал сенің отбасында қандай маман иелері бар? Менің атам хирург дәрігер. Менің атам 45 жыл еңбек еткен хирург дәрігер. Ол жүздеген адамның алғысын алған, мыңдаған жанға шипа болған адам. Бүгін ол зейнетте, бірақ атамның еңбегі зейнетке шыққан жоқ. Өйткені шынайы маманға сұраныс уақытпен өлшенбейді. Атам бізге сөзбен емес, ісімен үйретті. Еңбек қылсаң ел құрметтейді, адал жүрсең Алла қолдайды. Адал еңбек пен шынайы мамандық ешқашан ескірмейді. Атамның өмірі бізге үлгі. Менің әжем 32 жыл бойы еңбек еткен акушерка. Ол әр сәбидің өмірге келуіне себепкер болатын қасиетті мамандық. Әжемнің мейірімі мен еңбегі мыңдаған отбасының жүрегінде өмір сүріп жатыр. Әжем үшін бұл жұмыс жай жұмыс емес, бұл аманат еді. Ал әкеме келетін болсақ, ол менің әкем. Ол инженер. 20 жыл бойы адал еңбек етіп, өз ісінің нағыз маман болып келеді. Инженер тек құрылыс қана салып қоймайды. Ол өмірге қажетті дүниені жоспарлайды, есептейді, жүйелейді. Ол болашақты ойлап жүреді. Оның әр басқан қадамы нық. Әкем үшін бұл мамандық мақтаныш. Бұл төзімнің, ақылдың, тәртіптің жолы. Әкем бізге ең маңызды нәрсені үйретті. Еңбек ердің сәні. Анамның мамандығы мұғалім, бірақ шын мәнінде анамның қызметі қоғамды түзету. Себебі ол тек сабақ түсіндірмейді, ол балаға адам болуды, сабырды, тәртіпті үйретеді. 18 жыл бойы анам бір сыныпқа емес, бір болашаққа қызмет етіп келеді. Анам үнемі мамандық өмірлік тағдыр, оны жүрекпен таңда деп айтып отырады. Мә Шынарай, қандай күшті. Мен саған қызығып отырмын. Сен де ата-анаңның жұмысына барып, бір күн дәрігерліктің қандай екенін көрсеңші, мүмкін саған дәрігер ұнап қалар. Ал ұнамаса, ата-анаңмен өзіңнің дизайнерлік қабілетің туралы сөйлесіп көр, мүмкін ата-анаң келісіп қалар. Рахмет Шынарай, мен саған айтып бір жеңілдеп алдым. Енді мен өз ата-анаммен сөйлесіп көрем. Мүмкін жұмысына барып, өз тәжірибемді көрем. Рахмет саған. Біздің отбасымыздың негізгі құндылығы еркіндік. Біз өз мамандығымызды өз еркімізбен таңдасақ, жақсы маман иесі боламыз.